Мемлекеттік тілді онлайн тәсілімен үйренуге мүмкіндік туды. Тілдарын тілдерді оқыту әдістемелік орталығы қазақ тілі тілдарын деп аталатын мультимедиалық оқулығын жасап шығарды. Әр арнайы әдістемелік кешені оқулық ретінде де ұсынылды. Тыңдаушыға арналған оқу құралы 15 грамматикалық құрылымнан тұрады. Мамандардың айтуынша 9 сабақ арқылы кез келген өзге ұлт өкілі қазақша ауызекі тілде сөйлей алатын болады. Бірінші сабақты тіл үйренуші қазақтың ұлттық музыкасын тыңдау сатысынан өтеді. Яғни тілді үйрену ең алдымен эмоциялық, психологиялық сабақтан басталады. Интерактивтік оқу құралы қазірде өз нәтижесін бере бастаған. Қазақстандағы елшіліктердің өкілдері қазақ тілін үйреніп, қарапайым сөйлеу дәрежесіне жеткен. Қазақ тіліне осы Қазақстандағы практик мұғалімдер қатысып, жаңағы қазақ тілі тілдарын әдістемесі арқылы курстарды ұйымдастырды. Франция, Ұлыбритания елшіліктерінде, өкілдерінде 0-дік деңгейде олар жаңағы осы әдістеме арқылы қазақ тілінде қарапайым деңгейде сөйлей бастады.